Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздермен бірге осындай ерекше дайындалатын лимонный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын, яғни лимонник деп аталады. Онда кеттік. Ең алдымен бізге осындай бір апельсин мен бір лимон қажет. Біз оларды бөлшектерге бөліп аламыз. Назар аударатын жағдай, апельсиннің ішінде оның ұрығы қоса жүруі мүмкін. Оны міндетті түрде алып тастауымыз қажет. Менде блендер болмағандықтан жемістерді осындай арнайы көкөністерді ұсақтайтын құрылғыда езетін боламын. Бізде жемістер осылай болып шықты. Енді оны басқа ыдысқа құямыз. Ары қарай жаңағы массамызға қантымыз бен крахмалымызды қосамыз. Және сіздерге кеңесім, егер үйлеріңізде крахмал болмаса, крахмалды ұнмен алмастырсаңыздар да болады. Өз басым менде солай жасадым. Ешқандай да айырмашылық жоқ. Массамыз сонда да қоюланып, дәмі керемет болып шығады. Енді барлығын осылай араластырып, жай отта массамыз қоюланғанша ұстауымыз қажет. Әрине, ең бастысы үздіксіз араластыру. Міне менде дайын болды. Қоюлығы осындай болып тұруы қажет. Оттан алғаннан кейін бөлме температурасында суығанға дейін ұстаймыз. Келесі бізде қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай бөлме температурасындағы сары май қажет. Ерітуге болмайды. Сары майымызға қант және шым-шым тұз және де сүт қосып барлығын жақсылап араластыруымыз қажет. Ары қарай ұнымызды және бір шай қасық қопсқышымызды салып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығуы қажет. Енді қамырдың кішкентай бөлігін алып, пирогтың үстін әсемдеуге қойып қоямыз. Мен пирогқа осындай 24 диаметрлік форманы қолдандым. Және пирог формаға жабыспау үшін мен осындай сұйық маймен алдын ала майлап аламын. Енді қамырымызды осылай қолмен форманың ішіне жайып шығамыз. Қамырымыздың ені қатты жоғары болмау қажет, себебі бұл пирог өзі осылай тайпақ болып шығады. Сондықтан аса биік қажет емес. Ары қарай массамызды қамырдың үстіне салып, бірдей қылып жайып шығамыз. Енді қалған қамырымызды жайып, қатты жұқа қылмай қойыңыздар. Оны кішкентай бөліктерге бөліп, пирогтың үстіне орналастыратын боламыз. Менде осындай арнайы құрылғы бар, бірақ та бұл ешқандай да міндетті емес. Сіздер жай ғана пышақты қолдана берсеңіздер болады.
пирогымыз дайын. Енді 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Пешіңізге де байланысты үсті сарғайғанға дейін ғана ұстаймыз. Мен пештен шыққан пирогты бөлме температурасында 5 минут суыттым. Міне формаға ешқандай да жабыспайды, өте оңай алынады. Міне пирогымыз дайын. Мен шынымды айтсам, бұл пирогтың дәмі ешқандай пирогқа ұқсамайды, өте ерекше. Және де мен барлық ингредиентті видеоның астына, яғни описанияға жазып қоямын. Келесі видеода менен қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде рецептпен бөлісетін боламын. Келесі кездескенше!